Алисаны кенеттен ұйқы қысты. Ол ұйқылы ояу дауыспен: «Мысықтар жарғанат жей ме? Мысықтар жарғанат жей ме?» деп қайталай берді. Кейде шатасып: «Жарғанаттар мысық жей ме?» деп те сұрап қояды. Бәрібір ешқайсысына жартып жауап бере алмағандықтан сұрақтың қалай қойылған оған бәрібір еді. Алиса ұйықтап бара жатқанын сезді. Түсінде мысығымен қыдырып жүр екен. «Динатай, қане, мойындашы, сен жарғанат жеріп көрген бе едің?» деп сұрап қояды. Кенет тасыр-тұсыр еткен дыбыс шықты да Алиса үйіліп жатқан бұтақ пен құрғақ жапырақтың үстіне құлап түсті. Бірақ еш жері ауырмады. Орнынан қарғып тұрып төбесіне қарап еді, қап-қараңғы екен. Ал тура алдында ұп-ұзын дәліз жатыр. Манағы ақ қоян соның бойымен аяғы аяғына тимей жүгіріп барады. Бір минутта жоғалтуға болмайды. Алиса артынан тұра қуғаны сол еді. Бұрылып бара жатып қоянның «Құлағым-ай, мұртым-ай, кешігіп бара жатқанымды қарашы» деп күбірлегенін естіп қалды. Алиса қоянға жетіп қалғанда кенет ол ізім-ғайым жоқ болып кетті. Айналасына қарап еді, салбыраған шамды, төбесі тапал ұзын залдан бір-ақ шығыпты. Мұнда есік көп екен, бірақ бәрі жабық. Алиса ерінбей залдың мына бұрышынан ана бұрышына дейін жүріп, есіктің бәрін тартып көрді. «Енді бұл жерден қалай шығамын?» деп ұнжырғасы түсіп, аяңдап келе жатқан. Кенет зал ортасында тұрған қалың шыныдан жасалған 3 аяқты үстелді көрді. Үстінде алтын түстес құйтақандай кілт жатыр. Алиса бұл кілт мұндағы есіктердің біріне дөп келеді деп ойлады. Бірақ кілт тым кішкентай, кілт сұғатын тесік тым үлкен. Әйтеуір әлгі кілт ешқандай есікке сәйкес келмейді. Залды екінші рет айналғанда бұрын байқамаған шымылдықты көзі шалды. Оның артында биіктігі шамамен 15 дюйм болатын кішкентай есік тұр екен. Қолындағы кілтті салып көріп еді, міне керемет, дәл келе қалды. Алиса есікті ашты. Ол үлкендігі тышқанның ініндей болатын кіп-кішкентай дәлізге бастайды екен. Жүрелей отырып арғы жағына қараса, таңғажайып бақ жатыр. Мұндай сұлулықты бұрын-соңды көрмеген болар. Шіркін, мына күңгірт залдан шығып, анау тұрған қызылды-жасылды гүлзарлар мен салқын саялы су бұрқақтар арасымен серуендер ме еді. Бірақ мынадай таптар есікке мұның басы да сыймайды ғой. Тіпті басым сыйған күннің өзінде иықсыз бастан не пайда? Тух, телескоп тәрізді жинала алғанымда ғой. Ол үшін не істеу керегін білсем, қолымнан келер еді. Соңғы күндері небір таңғажайып құбылыстарды көріп, бастан кешкені сонша, Алисаға енді мүмкін емес дүние жоқ сияқты көріне бастады. Кішкентай есіктің алдында қол қусырып қарап отыра берудің түк пайдасы жоқ сияқты. Сондықтан ол үстелге қайтып барды. Тағы бір кілт немесе тым болмағанда адамдарға телескоп болып жиналудың сырын үйрететін кітап жатқан шығар деп дәмеленген ол бұл жолы кішкентай құты тауып алды. Бағана мұнда құты болған жоқ деп ойлады Алиса. Оның мойнына «Мені іш» деген әдемі үлкен жазулы қағаз ілініп тұр екен. «Мені іш» деп жазылып тұрғаны дұрыс-ақ екен. Бірақ біздің кішкентай ғана Алисамыз мұны асығыс ішуге болмайтынын білді. Тоқта, әуелі мен мұны қарап шығайын деді ол. Бір тұсында «У» деген белгісі бар ма екен, әлде жоқ па? Ол бұған дейін отқа күйіп қалған, жабайы аңдар жеп қойған, немесе тағы да басқа бақытсыздыққа душар болған балалар жайлы хикаяларды көп естіген еді. Әлгілердің бәрі достары үйреткен қарапайым ережені естен шығарған. Мысалы, шоқтай қызып тұрған кесеуді ұстасаң, қолың күйіп қалады. Немесе саусағыңды пышақпен кесіп алсаң, қанайды. Сондай-ақ «У» деген жазуы бар құтыдан ішуге болмайтынын Алиса да жақсы білетін. Бірақ құтыда «У» деген жазу болмады. Сондықтан Алиса оның дәмін көрмек болды. Тіл үйірер тәтті болған соң, негізі онда шие бәліші, қайнатылған крем, ананас, қуырылған күрке тауық, ирис және май жағылған астық тосаттың аралас дәмі бар етін. Ол оны сіміріп салды. Жалғасын келесіде оқитын боламын. Ертегі тыңдаған қандай қызық, иә балалар?
бірақ соны оқып та көру керек. Кітап оқығаның да пайдасы бар. Демалыстарыңда құр жатпай кітап оқуға тырысыңдар.